Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыздар? Я бүгін көргендеріңіздей ақерке қатысушы болып келдім. Мен ол жерде ашуланғаным, бір ақеркенің қатысушы болып келгенін емес, редакцияның маған берген уәдесінде болды. Өйткені сезон жазғы маусым басталар кезде мен ақерке болатын болса, мен бара алмаймын, мен тірліктерімді істей берейін дедім. Нұржан ақерке қатысушы болып келмейтін болды, сен келе бер деді маған. Одан кейін мен бүкіл жұмыстарын тастап, барып қатысушы болдым. Күліп ойнап отырдық, бір аптадан кейін ақерке қатысушы болып келіп тұр. Білмеймін, ол кімге керек болды ол нәрсе. Мен ақеркеге бақытты болып кетуіне, бір басқа жұбын тауып кетуге, дәл осы жобада үйленіп семьялы болып кетуіне мен қарсы емеспін, шынымды айтайын. Ақерке бақытты болып кетсе, ең бірінші қуанатын адамдардың бірі менмін, бірақ екеуміз бір жерде отырып бақытты бола алмаймыз. Мен соған көзім жеткен алдыңғы маусымдарда да, оның алдында да. Сол үшін мен орнымнан шығып, тұрып жобадан шығып кеткенім сол болды. Енді маған бір күн уақыт берді, білмеймін мен не істеймін, қайтып барғаным дұрыс па, дұрыс емес па, өзім де бір түрлі ойланып жатырмын қазір. Қайырлы таң дейін ба, әлде қайырлы түн дейін ба, білмеймін. Бүгін менде явно режим кетті. В общем, знаете, что мен байқағаным, мысалға, қосаяқтан кеткелі мен кәдімгідей хейтерларым азайып, оларға бір өсек жетпей қалды ма, білмеймін, или мен инстадан жоғалып кеткенім үшін ба, тек қана менімен бірге қолдаушы тәтелерім и фан қыздарым қалған еді. Және де қосаяқ арқылы танысқан үтіктелген отбасымның қыздары болған еді. Ал қазір байқасам тағы да хейтерларым ке қапты. Негізі мен сіздерге де қуаныштымын, өйтіп ойламаңыздар. Мен вообще либо қосаяқтан кеткеннен кейін ба, бір иммунитетім күшті болып хейтерларға, үйдің қабылдамайды екенсің. И поэтому, құрметті менің хейтерларым, мен вообще, честно, в любом случае, сіздерге қуаныштымын, и сіздерге шын жүректен, шынымен де бақыт тілеймін. Мені қарап, алтын уақыттарыңызды бөліп, бәрібір де андай бір хейтердің өзі негізі адамға бәрібір емес деген мағынаны білдіреді ғой. Сондықтан да уақыттарыңызды бөліп, бәрібір де өз ойларыңызды қалдырып кеткендеріңіз үшін рахмет. Вот. Әлі алда көп нәрсе бар десем. Поэтому в любом случае я благодарна. Или сондай состояниеда жүргендіктен ба, мені задевать етпейді екен сіздердің ауыр сөздеріңіз. Поэтому я наоборот благодарна осы жобаға, хейтерларға и қолдаушыларға, и менің жақындарыма.